көрермен, есенсіздер ме? Бұл бәріміз үйдеміз бағдарламасы эфирде Аида Боранбай. Кеше ғана эфирге жол тартқан бұл жобада негативке жол жоқ. Карантин режимін сақтап, үйден шықпай отырған сіздерге позитив сыйлау үшін ашылған бағдарламада коронавирус туралы мүлде айтылмайды деп келіскен болатынбыз. Ендеше, бүгінгі онлайн қонағымыз сіздерге жақсы көңіл-күй сыйлауға тырысып көретін актер Тәуекел Мүсліммен байланысқа шығайық. Тәуекел, сәлем, қалайсың? Сәлем, Аида. Шүкір, бәрі жақсы. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Тәуекел, аман есенсіңдер ме? Жағдайларың қалай? Енді сен деп сөйлесем айып емес шығар, өйткені баяғыдан бір-бірімізді білеміз, таныспыз дегендей. Әрине, айып емес. Шүкір, бәрі жақсы. Үйдеміз, карантиндеміз, біз де сақтап отырмыз. Жақсы көңіл-күй керемет. Тәуекел, енді қондырған құсын құтты болсын дейік алдыменен. Елдегенді төтенше жағдайға байланысты үйлену тойын кейінге шегерген жас жұбайлардың бірісіңдер. Махаббат қалай, қайын жұрт қалай қабылдады, ренжіген жоқ па, көңіл күйлерің түскен жоқ па дегендей? Жоқ, көңіл күй мүлдем түскен жоқ. Енді бұл біздің қалауымыз емес, әрине біз жоспарлаймыз дегенмен, енді біздің ойдағы нәрсе болмауы да мүмкін. Сол себептен туыс-туғандар бәрі түсінуде, қазіргі жағдайға байланысты артынан шегеріледі, тек әлі уақытысы белгісіз. Сол себептен бұйырса енді мынау індет кеткеннен кейін міндетті түрде басқа күнді белгілеп, сол күні той жасаймыз. Туыс-туған бәрі түсініп, барлық жағдайды қабылдап жатыр. Сол себептен ешкімде ешқандай реніш жоқ. Тәуекел, махаббат қайда? Қалай өзі? Қайда жүр? Не істеп жатыр үйде? Махаббат үйде, кел. Таныс болайық. Аппақ киімді барша қазақ жұртына көрсетейік. Сәлем. Сәлем, махаббат. Беті басында изеп сәлем беріп қой. Жалпы сәлем саласың ба махаббат үйде? Сәлем, енді мама салмақ қойсын деді, ал жалпы туыс-туғандар келсе, міндетті түрде келген кезде сәлем салады. Тамаша. Енді Тәуекел, өзіңе көп ғашық болған, көп қызды білеміз. Мыңдаған қыздың жүрегің өзің оны білмей жарағалаған да шығарсың енді. Миллион арудың арасынан махаббатты қалай таптың, сені несімен баурап алды? Енді бірінші кезекте әрине адамгершілігімен. Біз жаңағы съемка барысында таныстық. Енді бір сағаттай көлемде съемка жүріп жатты. Сол бір сағаттың көлемінде былай қарайым, әйтеуір жаңағы сырт келбет бәрі ұнап, жаңағы сөйлеген кезде де сыпайы өзі сондай өзінің нәзіктігімен ұнап, артынша одан жақынырақ танысайын деген шешімге бел будым. Махаббат, бір сұрақты өзіңе қояйық. Енді миллиондаған арудың жүрегін жаулаған Тәуекел сенің жан жарың атанды, Алланың қалауымен. Тәуекел өмірде қарапайым ба екен? Да, в жизни очень простой человек, добродушный, открытый. Үй шаруасына қалай екен? Қоқыс төгуге шыға ма әлде? Қоқыс төккізбейсің ба? Актер жігітке. Да, выполняет домашние работы, домашние обязанности. Допустим, мусор выносит, помогает. Где-то что-то. Тәуекел, өзің 30-дан асып үйлендің ғой енді. Қаншама қыз жігіттің отбасын құруға асықпайтын себебі неде? Енді әртүрлі фактор болуы мүмкін бұл жағынан. Енді әрине 21-ші ғасыр көптеген жаңағы жастар қазіргі енді жаңағы ақшалай жағдайына қарайды, үйдің жағдайына қарайды, ол ертең жаңағы көтере аламын ба, көтере алмайын ба деген сияқты. Және жауапкершілігі көп қой жалпы. Жаңағы үйлену оңай, үй болу қиын дейді. Қазір өзімізде соның бәрін көріп жатырмыз. Елімізде эпидемия жағдайын тұрақтандыруға жұмылдырылған 16 мың медициналық қызметкер Билайн мобильдік байланысымен тегін қамтамасыз етіледі. Әрбір дәрігерге кез келген нөмірге хабарласуға 1000 минут пен 100 гигабайт интернет трафигі тегін беріледі. Билайн мен өмір тамаша. Тәуекел, енді қазір бәріміз үйдеміз ғой. Жақсы бір кинолар тамашалауға уақыт бар дегенде. Өзің бір актер ретінде қандай кино көруге кеңес берер едің? Запах женщины деген, Аль Пачино түскен кино, өте жаңағы ұнады бізге жақсы. 7 жизней. 7 жизней Уилл Смит.
Жаңа өзім айтатын болсам, сериал «Бригада» өзіме қатты ұнайды. Осы сериалды көрсе деп ойлаймын, кеңес беремін. Одан бөлек «Зеленая миля» маған қатты ұнайтын, өте жақсы. Жаңағы мән мағынасы бар кинолар өте күшті. Тізімнің ішінде отандық кино жоқ, бір қызығы. Тізімнің ішінде? Енді біз жалпы отандық киноның бәрін жаңағы кино туындылары жабық көрсетілім болған кезде шақырады бізді, сол кезде біз міндетті түрде барамыз. Былайша отандық киноның бәрін көріп шықтық деп айта аламын, қазіргі түсіріліп жатқан. Қазір енді жас отбасы ретінде күніңді қалай көресің енді? Бүкіл қазақ қазір жұмыссыз отыр ғой, былайша айтқанда. Енді жаңағы ауызды берген Алла жаңа өз нәсіп нәпақасын береді дейді ғой, сол себептен ешқандай бір қорқыныш жоқ. Бұның бәрін өткеріп, алда тек қана сондай жарқын, әдемі өмір күтіп тұр деп сенемін, білемін. Тек қана мен жалпы өзім Қазақстанда ғана жаңағы жұмыс атқарғым келмейді. Одан да жаңағы ары басқа шетелге де шыққым келеді. Сол себептен соның бәрін жолын амалын іздейміз. Бұйырса, егер Алла тағала жолын салып жатса, сәтін салып жатса, өзім бағым сынап көремін басқа елде де. Енді Тәуекел, шашыңа былай қарап қоям, өскені байқалмайды. Карантиннің басталғанда 2 аптадан асып бара жатыр, жігіттердің көбінің шашы өсіп жатыр. Енді жақында өруге болатындай деңгейге жетіп жатыр. Енді өзіңнің шаш қиятын барбершоп дейді ғой, соның бар екенін білеміз. Енді дағдарыстан шаш алатын салондар бірінші шығады деп ел әзілдеп жатыр. Кезекке әлден жазылып жатқан достарың бар ма? Әрине бар, барлық сұрап жатыр, сен жабықсың ба қалай, қандай амалын жасасақ болады дейді, бәрі сұрап жатыр. Мен айтам, жігіттер шыдаңдар, ешқандай бір басқа амал жоқ. Карантин болғаннан кейін барлығын жауып тастап. Өзім шашым жаңа келетін болса, мен жаңа карантин айта бастаған кезде бірден жаңа салон барбершопқа барып, шашымды алдырттым. Иә, үлгердік. Тәуекел, енді сенің келбетіңді, сымбатыңды ең алғаш киноға лайық деп байқаған Баян Есентаева сияқты. Қателесем бе әлде? Жоқ, қателеспейсің, сол кісінің арқасында ең алғашқы рөлімді алдым, басты рөлімді алдым. Сол кісіге көп рахмет. Енді қазір осы түр миллиондап ақша келіп жатыр десем болады. Сол келбетті, формаңды сақтап тұру үшін қанша миллион инвестиция қоясың? Күтім жасаймын деп айта алмаймын. Қазір енді махаббат келгеннен кейін кішкене махаббат әйтеуір өзінің білген кеңестерін айтып жатыр, ол естісек, бүйтсек деген сияқты. Ал жалпы ешқандай бір күтім жасамаймын. Тек қана спорт жағынан өзім дене қалпын сақтауға соны тырысамыз. Тәуекел, енді жаңа үй алып, қазір онда жөндеу жұмыстар жүріп жатқанын өзің Инстаграмда айтып бөліскен болатынсың. Құтты болсын. Неше бөлмелі жөндеу жұмыстар қалай жүріп жатыр енді? 3 бөлмелі пәтер алдық. Енді жөндеу жұмыстары қазір тоқтап қалды. Өйткені бригада жасаған жігіттер өздері қаланың сыртында тұратын еді. Қоныс тойын тойлауға жассын. Енді өздерің шамамен қашанға жоспарлап отырсыңдар үйлену тойын жасауда? Бүкіл шоу-бизнестен бастап кино актерларға дейін күтіп жатқан шығар. Енді шыны керек, біз махаббат екеуміз қалжыңдап қоямыз. Қазір жағдай байланысты енді мүмкін үйлену тойын жасамайық та қоямыз ба деген сияқты. Өйткені жаңағы махаббаттың бала шегесі келіп жатыр деген сияқты. Мен де күтіп жатырмын. Тек бір жағынан енді асықпайық деп жатырмыз, өйткені тойға дейін болып қойса, жаңағы адамдардың қате ойлары бар ғой. Дұрыс түсінбей қалады деп қорқасың ғой. Иә, тойға дейін деген сияқты, сол себептен тойдан кейін де бәрін жоспарлап жатырмыз. Енді аман-есен өтейік, сосын көреміз бәрін. Ең бастысы біргесіңдер, бақыттысыңдар. Тәуекел, енді камераның ар жағынан буылып, түйіліп тұрған заттарды көріп қалдым. Жинап қойдыңдар ма? Көшуге дайындалып жатсыңдар ма? Біз көрсетіп жіберші тағы да бір рет. Иә, міне, зат буылып, дайын тұр дейсің ғой, көшуге дайын дейсің ғой. Заттар көп. Жоқ, біз өзіміз тұрып жатқан пәтердің одан көшіп, қазір уақытша тәтеміздің үйіне келдік. Тәтеміздің қасында қазір уақытша осы үйде, осы пәтерде тұрып жатырмыз. Сол сығана ыңғайсыз кішкене. Жалпы күтудеміз енді.
Тәуекел саған көп-көп рахмет, алтын уақытыңды бөліп, мынау көшіп, қонып жатқан кезде бізбен байланысқа шыққаныңа барлық жақсылықты тілеймін, аман есен, жаңа үйіңе қадам басып, қоныс тойыңды тойлап, үйлену тойыңды тойлайтын күндерге аман есен жете бергейсің. Махаббат, бақытты болыңдар. Әумин, айтқан кезін Аида, көп-көп рахмет. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін, аман есен, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәрі жақсы болсын. Амандықта жүздескенше, сау болыңыздар. Ал қазір аздаған жарнамадан соң эфирге әріптесім Наталья Райм тағы бір елге танымал бүкіл ел қызығатын әншімен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар. Добрый день, в эфире «Бәріміз сөйдеміз». Ежедневно в будни мы встречаемся с вами, чтобы скрасить ваш карантин. Все для того, чтобы вы оставались дома и не скучали. Сегодня моей онлайн-гостьей будет казахстанская певица, преподаватель вокала, любящая супруга и прекрасная мама двоих деток Диана Шарапова. Диана, приветствую. Здравствуйте всем. Рада быть с вами в эфире. Спасибо, что пригласили. Диана, расскажи, пожалуйста, как проходит твой карантин? Мой карантин проходит очень насыщенно. Сын в 1 классе, онлайн-уроки уже начались. Рада, что ученики моей школы вокала и музыки тоже не сдаются и целеустремленно занимаются. Также в ежедневном нашем графике присутствует фитнес, игры с детьми, уборка. Вот, я думаю, что карантин, конечно, что-то в этом есть. Скажи, пожалуйста, похож ли каждый прожитый день на предыдущий? Нет ли ощущения, что тут каждый день день сурка? Есть, конечно, какие-то моменты, которые повторяются, но они очень приятные. Например, сейчас я каждый вечер сама укладываю дочь, купаю ее. Чаще в игры играем с детьми. Домашнее задание мы и так всегда делали, но вот появилась возможность в каких-то приятных мелочах, которые мне как артисту долгое время были недоступны. Вот многие зарубежные и отечественные артисты перешли в интернет. Актеры ставят театральные постановки, музыканты дают концерты. И ты тоже уже выступила с концертом. Я видела в Инстаграм. Расскажи про ощущения. Нет ли вот этого разочарования? Ведь ты не видишь поклонников, не слышишь их восторженные голоса. Это новый опыт, безусловно, с технической точки зрения был, потому что больше всего я страдала от того, что нет вот этого концертного звука, вот этого полета, который интернет-слушатели получили, а я по техническим причинам нет. То есть было больше похоже на запись в музыкальной студии, где все камерно и очень филигранно. Я хотела поделиться интересной информацией. В Москве Большой театр стал выкладывать все свои классические спектакли на YouTube. Это те самые постановки Золотого фонда. И ведущий солист Большого Игорь Сверко, он говорит, что ему как никогда не хватает вот того самого живого общения, о чем ты и говоришь. Я не чувствовала отсутствия, скажем так, внимания со стороны зрителей в момент концерта, потому что было много комментариев, много вопросов, мы общались с публикой. То есть вот в живом концерте нет возможности остановиться и поболтать. Это то, что дает онлайн-концерт. Диана, уверена, что нашим телезрителям будет интересно узнать про твою школу вокала. Вот здесь вот поподробнее нам расскажи сейчас, как во время карантина идут занятия? Меня радует, что связь не подводит, и занятия прекрасно проходят. Но я думаю, возможно, потому что занятия в основном индивидуальные. Диан, может быть, ты нам покажешь свой онлайн-урок с каким-то своим учеником? Да, с удовольствием. Я сейчас должна переместиться тогда к клавишам. Если по пути захвачу домочадцев... Вот, Алекс, ну-ка помаши рукой, ты мой сын. Это Вот, Алекс. Дети. Привет. Да. Вот Привет. он. Так, устраиваем. Алекс, помаши рукой. Это, я так понимаю, Диана, это главный твой ученик, да? Ну, можно и так сказать, но я не преподаю ему вокал, но с бабушкой он занимается фортепиано. Сейчас он у нас делает английский,
Вот. Давай, Алекс, не отвлекайся. Давайте переместимся сейчас. Заодно, наверное, покажу вам, не так быстро постараюсь. Вот наша кухня. Ух ты. У нас такой очень просторный дом, игровая зона детская. Видно, не знаю. Диана, скажи, вот как твои дети ведут себя в карантине? Вот не просят ли куда-то их отвезти? Как ты им объясняешь вот эти временные ограничения? Ну, самый главный у нас вопрос – это как я буду справлять свой юбилей, когда мне исполнится 7 лет, почему ко мне не придут друзья. Гости, друзья. То есть это вот сейчас такой диалог у меня идет с сыном. Я в зоне пианино, вот оно, его видно. Угу. Сейчас на связь должна выйти моя ученица Ангарова Ленара. У нас с ней пройдет урок. Урок, распевка, и вы сможете быть свидетелями того, как нужно правильно разогревать связки, как нужно учить мелизмы. Ленарочка споет нам отрывок из песни, которую мы с ней разучиваем. Это песня «Hello» из репертуара Адель, кавер. И я ей дам несколько рекомендаций. Возможно, они будут полезны и зрителям вашей передачи. Привет, Ленара. Здравствуйте. Отлично. Рада, что ты с нами на связи. Давай начнем распевку. Хорошо? Готова? Давай попробуем с тобой нотки повыше. Поехали. Супер, отлично. Это сложный мелизм, возможно, он получится не сразу, но важно знать, что его начало это это всего это всего 3 ноты. Еще раз. Теперь ты. Ага. Супер. Поставь руку. Sorry. Теперь ты. Sorry. Отлично, Ленарочка, у тебя здорово получилось. Спасибо тебе огромное. Тебя сейчас через скайп видит вся страна. Я вот увеличу немного, чтобы все увидели, какая у меня талантливая, целеустремленная ученица. Ленара, помаши всем рукой. Супер. Поддержка сейчас очень важна. На время карантина Билайн бесплатно обеспечивает мобильной связью и интернетом пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Вдохновляем, помогаем, делаем это с радостью. Диана, расскажи, как проходит день твоих детей? Вот они проснулись, позавтракали, видят, что мама дома, мама никуда не уходит. Что дальше происходит? День, когда у меня интервью, создается эффект того, что мама уходит, потому что сейчас нет возможности обратиться к профессиональному визажисту. Я уж не знаю, как там все получилось, но я очень старалась. Оттачиваю мастерство сам себе визажист, поэтому мама закрывается в ванной и начинает наводить марафет, чтобы выглядеть прилично в кадре. Это первый Дочь не момент. пытается помочь или сказать: мама, мне тоже красоту наведи? Ну, у нас очень взаимопонимание полное, я очень люблю и балую, не могу ни в чем отказать, но у нее есть свои, значит, предметы в моей косметике, атрибуты, которые она знает, что ей можно использовать. Она берет кисточку для румян и повторяет за мной движение. Диана, я слышала, что даже в связи с карантином вы написали новую песню. Может быть, вы поделитесь, споете? С удовольствием спою, только сразу прошу прощения, буду немного подглядывать, потому что она совсем свежая, как пирог из печки. Где-то через 4 дня карантина я проснулась рано утром и поняла, что у меня в голове крутится мелодия сразу со словами. Обычно среди авторов считается самым драгоценным именно вот такой посыл информации из Вселенной, когда не отдельно слова пришли, не отдельно мелодия, а когда родилось все вместе.
Сиди дома, сиди, милый, ты тогда увидишь, вирус пролетает мимо. Только в маске и перчатках ты бежишь по маркету, но пусто на прилавках. Мы туристы, мы летели, перейти границу вовремя мы не успели. В карантине отсидели, нашлась на паузу поставь на 3 недели. Пандемия, пандемия, у моей страны на это слово аллергия. Стал весь бизнес и производство, в мире все сотрудники в разлуке с руководством. Пандемия, пандемия, у моей страны на это слово аллергия. Здорово! Просто супер! Пандемия. У меня действительно на это слово аллергия. Диан, спасибо большое за интересную беседу. Желаем творческих успехов. Мы будем ждать новых композиций не про пандемию. Ведь ярко жить не запретишь. Я напомню, что важно оставаться дома. Мы увидимся с вами завтра в 13:00 на 31 канале. Ищем позитив во всем происходящем. Он есть.